Достар, баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін овощной рагу жасаймыз. Ол үшін мен мультиваркада жасаймын. Сіз болмаса өзіңіздің қазаныңызда, газда жасасаңыз болады. Бізге бірінші өзіңізге ұнайтын үйде бар көкөністерді жақсылап турап алу қажет. Жуып, тазалап турап алу керек. Ең бірінші мен 40 қабат пияз, сәбіз, редька және картошка қостым. Бәрін жақсылап турап қазаныңызға салғаннан кейін өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен кішкентай қасықпен, болмаса шай қасықпен 1 қасық зәйтүн майын қостым. Ал сіздер өзіңіздің үйде бар майларыңызды қоссаңыз болады. Су майда бола береді. Қызанақ қостым, 2 қызанақ. Одан бөлек тағы да томат пастасымен 200 мг суға ертіп алып, оны да қостым. Өздеріңізге қарай, егер сіздерге қатты қызарған ұнамаса, томат пастасымен су қоспай қойсаңыздар болады. Бірақ қандай жағдай болмасын, сіз міндетті түрде 100 мг су қосу керексіз. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Мен мультиваркадан тушение дейтін режимді таңдап 1 сағатқа қойдым. Мен 20 минут қалғанда осылай фасоль қостым. Сіз жүгері қоссаңыз болады. Болмаса горох. 20 минутта тушиться етіп жақсы болып шығады. Жақсылап тағы да 1 рет араластырып, бетін жауып қоясыз. Міне, овощной рагуымыз дайын. Подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар.